Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Малғұнмен кездестім. Түсім бе, өңім бе? Болған оқиға. Ажырасқан кезім. Әке-шешем үйіне бармай, нағашы апам үйінде жүргем. Өздері корпус үйде тұратын. Кеш батып жатыр. Жата тұрайыншы деп көзім бір ілініп кетіпті. Тұрсам, айналам сұп-сұр, уақыт тоқтап қалғандай. Бірақ сол үйдің ішінде тұрмын. Тас қараңғы, терезелері де жоқ, жарық та жоқ, бірақ айналаны анық көріп тұрғандаймын. Қала сондай қорқынышты. Үйлер, машиналар, теректер, айналаның барлығы сұрланып кеткен. Жан адам баласы жоқ. Бұл жақтан бәрі бір көшіп кеткендей. Құдды өз әлемімнен ұшып, басқа әлемге түсіп кеткендеймін. Жарық жағайын десем, оны да таба алмадым. Бір мезетте үйге әйел адам кіріп келді. Қолында қара сөмке, үстінде қара пальто, түрі сазарып тұр. Маған қарап, «Неғып жүрсің мына үйде?» деп айтқаны құлағыма анық естілгендей болды. Бірақ өзі сөйлеп тұрған жоқ. Ашуға булығып, менің келгенімді жаратпай тұрғанын түрінен ақ көрдім. Қасымда қызым ұйықтап жатыр екен. Көзіммен қызымды көрсеттім. Үйдің ішін бір көзімен шолып шықты да, жақсы, жарайды дегендей кейіп танытып, үйден шыға кетті. Бір мезгілде көңілді дауыспен шулап, үйге қарай баспалдақпен көтеріліп келе жатқан бір топ адамдардың дауыстарын естідім. Есікті қағып, аш дегендей болды. Есікті жартылай ашып, сендер кімсіңдер дедім. Саған келдік, есігіңді аш, бізбен бірге жүр деді. Түрлеріне қарасам, сондай әдемі, көркем, жап-жас қыз бен жігіттер. Сөйлеген тілдері мүлдем басқаша, бірақ мен оларды түсініп тұрғандаймын. Өмірімде мұндай әдемі тілді естімеппін. Қолынан списігі бар қағазды байқадым. Төменнен жоғары келе жатырмыз дегендей екінші қабатты көрсетті. Бізбен бірге жүр деп қолымнан тарта бастады. Сөйлеген сөздері, түрлері ұнап барады. Ілесіп ақ кеткім келіп тұр. Тек өзіңді ғана алып кетеміз дегенде артымда қызым бар екені есіме түсті. Мен бармаймын, қызымды қайда тастаймын деп есікті жабайын десем, әл берер емес. Ентелеп бәрі қолдарын созып тартқылап барады. Әрең дегенде жаптым-ау әйтеуір есікті. Дауыстары құлағымды алып барады. Есіктің сыртында тұр. Кетер емес. Мені алып кете алмайсыңдар. Бәрібір есікті ашпаймын деп айқайлап жібердім. Бір мезетте жұлқылап қолымды тартып жатыр. Шошып ояндым. Қарасам, қызым екен. Мама, тұрсайшы деп қолымды ұстап оятып отыр екен. Денем ап-ауыр, қара терге түсіп қиналып жатыр екем. Сағатты қарасам, кешкі 7 болыпты. Өз-өзіме келе алмай, сол бір сұр әлемде бір күнімді өткізендей күйде отырдым. Сондағы ұйықтаған уақытым не бәрі 10 минут екен. Ол әлемде сонда уақыт тоқтап қалған ба деп ойлап қоям. Есімді жиып, ваннаға барып, тұзды суды дайындап, түгел жуындым. Бір жеңілдеп денем босаңсып қалғандай. Қызым келіп, «Мама, далаға шығайықшы» деді. Үйден шыға бере подъезде адам толып жүр. Бұл не болып кетті деп сұрасам, екінші қабаттағы орыс ағаға уақыт болды. Ішіп есін білмей асылып қалыпты. Менің көзім бақырайып, жаңағы көрген түсім есіме түсіп, ділім байланып қалғандай.
Кері көтеріліп түсімді апама айтуға жүгірдім. Көрген түсімді бастан аяқ айтып бердім. Кеш батарда ұйықтама қарағым. Сол уақыт малғындардың көшетін мезгілі. Есіңде болсын деді. Ал ана әйел кім маған келген деп таңырқай сұрақ қойдым. Үйдің де иесі болады деуші еді, бәлкім сол көрінген шығар деді. Бұрын осындай оқиғаларды естігенде сенбеуші едім. Енді сол бір тылсым сұр әлемнің бар екеніне көзім бір жеткендей болды. Бір түйгенім, кеш батарда ұйықтамағанымыз абзал. Ал сізде қандай оқиға болды? Тылсым дүниенің бар екеніне сенесіз бе? Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.